Бүгінгі тақырыбымыз рия. Рияны жалпы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам кіші ширк деп атаған. Демек, үлкен ширк деген нәрсе бар. Қысқаша үлкен ширкке тоқталатын болсақ, бұл деген Аллах Тағалаға ширк қосу дегеніміз. Хадисте келеді, Абдулла ибн Масуд радиаллаху анхудан жеткен бір хадисте бір кісі сұрайды: Аю замбин акбару индаллах. Я Расулаллах, Алла Тағаланың құзырында ең үлкен күнә қайсы деген кезде, антад'у лиллахи ниддан ва хуа халақак, жоқтан бар еткен Раббыңа серік қосу дейді. Алла Тағала да бұл істің үлкен зұлымдық екенін айтқан. Инна ширка ла зулмун азим. Алайда бүгінгі біздің тақырыбымыз бұл кіші ширк. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір күні сахабалармен отқан кезде былай дейді: Инна ахвафа ма ахафу алейкум ширкул асғар. Ей үмметім, сендерден қатты қорқатын нәрсем бұл кіші ширк дейді. Соны жасап қояма деп қорқам дейді. Сонда бір кісі тұрып, ва ма ширкул асғар я Расулаллах деп сұрайды. Кіші ширк дегеніміз не дейді? Уа Алланың елшісі деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ар-рия деп жауап береді. Рия дейді. Ғалымдарымыз рияға былай деп анықтама береді: Таркул ихлас фил амал бимулхазати гайриллахи фи. Қандай да бір ісімізде ықыласты тастауымыз Аллах Тағаланың разылығын көздемей жасалған іс-әрекет дейді. Яғни, қандай да бір іс-әрекет жасаған кезде Аллах Тағаланың разылығы көзделмей ықылассыз жасалған іс-әрекет деген сөз. Ғалымдарымыз рияның екі түрі бар екенін айтқан. Біріншісі бұл құлшылықта жасалатын рия болса, екінші құлшылықтың тысындағы іс-әрекеттерде жасалатын рия дейді. Құлшылықта жасалатын рия дегеніміз бұл намаз оқып тұрған кезде, ораза ұстаған кезде, зекет, садақа берген кезде, немесе қажылық жасаған кезде бұл сауапты іс-әрекеттерімізбен адамдардың да разылығы көзделетін болса, бұл құлшылықтағы рия дейді. Яғни, кімде-кім тақуа атану үшін керемет ықыласпен намаз оқыса, ораза ұстаса, не болмаса жомарт деп атану үшін зекет садақасын оңды-солды шашса, немесе қажы атану үшін қажылыққа баратын болса, бұл кісі құлшылықтарымен рия жасады деген сөз. Сондықтан ғалымдарымыз айтады ғой, ораза ұстаған кісінің өзі мына кісі ораза екен деп айтпас үшін дейді, үнемі ернін кептіріп, ернін кезертпей сулап жүрген дұрысырақ деп айтқан. Рия болмас үшін. Қандай да бір құлшылықта жасалған рияны бір топ ғалымдарымыз үзілді кесілді, бұл дұрыс емес, бұл тыйым салынған рияның түрінен деп айтса, бұл кісілердің бұл көзқарасына дәлел болған хадисте Аллах Тағала айтады дейді: қиямет күні амалдар таразыланып жатқан кезде, ей құлшылықта, маған құлшылықта серік қосқандар бар, серік қосқандарыңа барыңдар, бәлки солар сендерге бір сауап берер деп айтады дейді. Осы хадис негізінде бірінші топ ғалымдар құлшылықта серік қосу үзілді кесілді тыйым салынады дейді. Алайда екінші бір топ ғалымдарымыз бұл мәселені кішкене жеңілдетіп, кімде-кім қандай да бір іс-әрекет жасаған болса, яғни сауапты іс-әрекет жасаған болса, ол сауапты ісі 50% ықыласты, 50% ол ісіне рия қосылатын болса, яғни екеуі сөйтіп араласатын болса, Аллах Тағала құдси хадисінде айтқан хадис негізінде бұл істің мақбул болатыны айтылған. Яғни бұл ісі қабыл болады деп үміт етіледі деген. Ал құдси хадисте не дейді? Рахмати сабақаты ғадаби, менің рахымым, мейірімім ғазабымнан, ашуымнан асып түсті деген. Ал кімде-кім қандай да бір сауапты іс-әрекет жасаған кезде 50%-дан 49-ға түссе, риясы 51-ге көтерілетін болса, бұл іс-әрекеттің қабыл болмау ықтималдылығы жоғарырақ деген. Ал 50-ден көтерілген сайын үміт те көбейеді. Ал құлшылықтың тысындағы кез келген іс-әрекетте кейбір іс-әрекеттер рия сияқты көрінгенмен бұл жерде ниет негізге алынады.
мысалға айтатын болсақ, қандай да бір кісі жақсы сымбатты көріну үшін күніге киімдерін ауыстырып, таза қымбат киімдер киіп шығатын болса көшеге, сырт көзбен қарағанда бұл кісі бұл ісімен рия жасап жатқан көрінсе де, оның ішкі ниетінде таза, сапалы, үлгілі мұсылман осындай болу керек деген ниетпен бұл ісін жасаса, бұл ісі рия емес, керісінше сауапты іс болуы әбден мүмкін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір хадисінде айтады ғой: "Ахлис динак якфихал қалилу минал амал", дініңде ықыласты бол, аз амалдың өзі саған жетеді дейді. Рия араласқан көптеген істерден қараған кезде 100% ықыластан тұратын аз істің өзі көп нәрсені береді біздерге. Wa akhir da'wana anil hamdulillahi